Сәлем қыздар, сіздермен бүгін холодестің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл холодес басқа холодестерге қарағанда өзгеше, ерекше, өте керемет болып шығады. Үлкен қазанға сирақтарды саламыз, қайнатамыз. Қайнағаннан кейін осылай көбіктерін аламыз. Піскенше қайнатыңыздар. Піскеннен кейін осылай ыдысқа сүзіп алып, сирақтың сыртындағы еттерін сылып алыңыздар. Біздің жасайтын холодесіміз басқаша, ерекше. Біз өйткені оны көбісі турап істесе, біздер ет тартқыштан өткіземіз және де сәбіз қосамыз. Сіздер қоссаңыз да қоспасаңыз да болады. Бұл үлкен кісілер жеуге ыңғайлы, өте керемет болып шығады. Сирақтың сорпасына алдын ала дайындалған, ет тартқыштан өткізіліп қойылған еттерін, сәбізді саламыз, дәмдеуіштерді қосамыз. Ол бізде сарымсақ, қара түйіршіліктелген бұрыш, укроптың таяқшалары, сізде қоссаңыз да қоспасаңыз да болады. Қызыл бұрыш саламыз, лавр жапырағы, тұз дәміне қарай. Осылай дәмі шыққанша 5-10 минут қайнататын боламыз. Араластырып, жақсылап дәмі шығам дегенше қайнатып алыңыздар. Қайнатқаннан кейін осылай өзіңізге ыңғайлы керек ыдыстарға құйып 3-4 сағатқа қатырып қоясыздар да өздеріңіз кез келген уақытта жесеңіз болады. Мінекей біздің холодестеріміз дайын. Мынау қатқаннан кейінгі түрі 3-4 сағат салқын жерде ұстап осындай күйге келеді. Кез келген уақытта кесіп жесеңіздер болады. Түрі қандай әдемі болып шыққан. Сіздермен бірге болған салтанат. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Алда әлі де керемет рецепттермен бөлісетін боламын.